Сәлем, менің сүйікті досым. Бүгін біз артық затты тап ойынын ойнаймыз. Қазір суреттер беріледі, артық затты тап. Бірінші суретке назар аудар. Бірінші суретте қай зат артық деп ойлайсың? Қарап көрші. Дұрыс, бірінші суретте қол шатыр артық. Ал басқаларының бары саңырау құлақтар. Енді екінші суретке қарап көр. Екінші суретте не артық деп ойлайсың? Дұрыс. Бұл суретте салат артық. Барлығы сусындар. Енді келесі тапсырма. Бірінші суретте не артық деп ойлайсың? Дұрыс. Бұл суретте піл артық. Ол үй жануары емес. Ал екінші суретте не артық? Дұрыс. Бұл жерде барлығы сағаттар берілген, ал артық затымыз температураны өлшейтін құрылғы. Келесі тапсырмада не артық? Бірінші суретке қарашы. Дұрыс. Бұл жерде барлығы жылы киімдер белгіленген. Екінші суретте ше? Бұл суретте көбелек артық. Ал қалған суреттерде гүлдер берілген. Бірінші суретте не артық? Дұрыс, бұл жерде күлгін балық артық, және ол басқа бағытқа қарап тұр. Екінші суретте не артық? Мұқият қарашы. Екінші суретте теңіз жұлдызы артық, себебі барлығы шеңбер. Енді мына тапсырмада не артық? Дұрыс, бұл тапсырмада хот-дог артық, ал қалғандары қыздардың заттары. Ал екіншісінде ше? Дұрыс, бұл жерде лимон артық, ал барлығы тәтті заттар. Ал мына жерде бірінші суретте не артық? Дұрыс, бұл жерде жасыл жапырақ артық. Ал екінші суретте ше? Дұрыс, бұл жерде тас артық, өйткені барлығы бұлттар. Ал бірінші суретте не артық? Дұрыс, мұнда барабан артық, ал қалғандары үрмелі аспаптар. Ал екінші суретте ше? Дұрыс, мұнда жапырақ артық, қалғандары жемістер. Мына суретте не артық? Дұрыс, бұл суретте тікұшақ артық, ол әуеде жүреді. Ал екіншісінде шұжық артық, ал қалғандары ұннан жасалады. Балақай, біздің видео ұнаса лайк басып, біздің каналға тіркеліп, және қоңырау белгісін басуды ұмытпа. Сау бол, балақай!